Ал бізде күнде жағдай солай, ал сенде қалай жағдай? Ал бізде күнде жағдай солай, ал сенде қалай жағдай? Ал бізде күнде жағдай солай, ал сенде қалай жағдай? Ал бізде күнде жағдай солай, ал сенде қалай жағдай? Бой, лейди, қалай жағдай? Саған бұл таныстау скриме және танай. Дәл солай, біздің бағыт осындай. Бұл әннің ырғағына биле бізбен блай-блай. Көтеріңкі көңіл күй, саған бұл әнім тосынсың. Бұл негізі кью-поп емес, лейди, сәл есіңді жи. Скрине ты, когда послушаешь этот хороший трек. Шыны керек бұл әуеннің атмосферасы бөлек. Это андерау, это Westside. Я білесің бізді өзгелер қызықтырмайды. Мы делаем, как нам нравится. Ассалаумағалейкумдер, дәл осындай BMW. Осы автокөлікке қазір біз прошивка жасайтын боламыз. Прошивка деген көлік 3 литрлік. Көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде катализатор жоқ, алып тастаған, ішіне пламегаситель салып, сондықтан көлікте қазір ошибка жанып тұр, 0420 катализатор эффективность төмен деп. Сондықтан бұл автокөлікті жаңа біз қазір прошивать етеміз. Прошивать еткеннен кейін орнына салып көретін боламыз. Видео қалай істейтінін қазір сізге көрсететін боламын. Бүгін біз BMW E39 көлемі 3-тік қозғалтқышын прошивка жасап жатырмыз. Айып көрмеңіздер, көп болған жоқпын, жұмыстармен және де демалып келдім. Бізде бүгін BMW қозғалтқышының электронды блок жүйесі көлемі 3 литрлік, жаңағыда айтып отқанымдай біз комбилоудермен қазір прошивка жазып алып жатырық. Содан кейін прошивкасын жазып алғаннан кейін оны компьютерде редактировать етеміз. BMW-ға қандай пайда және қандай плюстары келеді деп ішіңізден ой келсе, айтайын, ол астындағы лямбда датчик, кислородты датчиктер түсіндіреді. Автокөлікте катализатор жоқ, катализатор болмағаннан кейін көлік аварийный режимде жүреді, 70%, қалған 30% аварийный режим болғасын, дұрыс обгон жасай алмайды. Екіншісі, сол кислородты датчик сөндіргеннен кейін 15-20%-ға газ және бензинді үнемдеуге болады. Үшіншісі, бұларда EGR клапан бар, және де оның қасында EGR клапанның екінші қызметін атқаратын бұл ванус болады. Бұл автокөлікте 2 ванус бар. Сол 2 ванусты 2000 оборотпен 4000 оборотта BMW айдайтын жігіттер біледі. Газды басқан кезде кішкене провал болады. Провал деген бір тоқтап қалып жүретін сияқты. Обгонды дұрыс көлемді оборотты дұрыс ала алмайды. Сондықтан соны кетіреді бұл автокөлікте. Қазір біз прошивкасын жазып жатырық компьютерге. Прошивканы жазып болғаннан кейін сіздерге көшіріп айтамын. Мінекей достар, оборотты 7000 оборотқа дейін апарып бердім. Негізінде 6500-де форсункілер сөнеді. Сондықтан 6500 бірінші скорость, екінші скорость салғанда сәл ғана созып бердім 7000-ға дейін. Жарысқа керек болады. Енді күнде баса бермейсің ғой оны. Кейде жарысатын кезде 7000-ға дейін кедергі жасамайды. Көлікте бізде механический коробка передач, автомат емес, механикада да 7000-да тұр. Осылай міне тюнинг жасалады, сосын ары қарай компьютерге құйылатын болады бізде. Сонымен жаңағыдай калибровка жасап болдық. Евро 2-ні енді құйып жатырмыз. Программирование калибровок. Газ оны құйып болғаннан кейін көлікке апарып, көлікке салып, қыздырып және иесімен айдап көретін боламыз. Иесі бізге не айтатынын көрейік. Өзгеріс болды ма, болмады ма? Себебі сондай видеоны салыңызшы деп сұраған едіңіз. Енді сол видеоны сұрап, иесімен бірге 1-2 айналым айдап жүріп көретін боламын. Әзірше мен программировать етіп, электронды блок жүйесін жинап, сосын қоям, көлікке салам. Содан кейін жаңағыдай айтқандай жасайтын болып көреміз. Қазір біз компьютерін салдық, енді аккумуляторын салған болатынбыз. Аккумуляторын барлығын салдық. Көлікті пістіміне деп қазір қыздырып көретін боламыз. Бұл жерде жарықтар қайда?
жарық қатты көмектеспеуі мүмкін. Кәнеки бұл жерде механика. Қазір механиканың күшін бәрін көретін боламыз. Ең алдымен сцепление басып қыздырып көреміз. О, прошивка жасалды деген осы міне. Қазір достар, тахометрде 900-800 оборот көрсетіп тұр, бірақ идеал бұл жерде 650-700-дің бұл маңында болу керек. Себебі бұл жерде дабл ванс, 2 ванс бар. Прошивка жасағаннан кейін міндетті түрде маған кейде өзеннен компьютерлер беріп жібереді. Өзен, Бейнеу, Атырау, Ақтөбеден. Мен прошивка жасап болғаннан кейін бәрін инициализация жасаймын ғой. Сіздер келіп бір қыздырғаннан кейін сөндіргеннен кейін дросельный заслонканы адаптация жасау керек. Дросельный заслонканы және де ол қандайға көмегі бар? Тазалағанда өздеріңіз тазалайсыңыз ғой. Оборот ойнап қатты 1-1,5 болып кетеді кейде. Соны дроссельді адаптация жасай қалай жасай керектігін мен сізге лайфхак көрсетемін. Міне қызып тұр. Қазір біз сөндіреміз. 10 секундқа санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 секундтан кейін кілтті қосамыз. Дәл осылай енді 30 секунд және 1 минут қосылып тұрады. Адаптация, холостой ход жаймен қазір өзі адаптировать етіп келеді. 1 минуттен кейін зажигание сөндіреміз. Тағы да 10 секунд күтеміз. Содан кейін қыздыра береміз. Содан кейін оборот кішкене жақсы болады. Міне арада 1 минут өтті. Енді кілтті сөндіреміз. 10 секунд санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді кілтті қосамыз да, сцепление басамыз да қыздырамыз. Осылай міне прошивка жасалып болды. Қазір иесін шақырам, айдап көреміз. Өзгеріс бар ма, жоқ па, соны тексеретін боламыз. Және де 7000 оборотқа дейін аппаратындай қылдым. Кішкене қыссын. 7000 оборотқа бара ма, бармай ма? Сізбен көрсетейін. Көрейік. Так, 6,5 ғой бұларды отсечка. Арғара енді апаруға қорқтым, шын білсем, аңырап кетті кәдімгі. Дауыс жаман екен. Қасқырдың дауысындай. Сыртта апарып көретін боламыз. Баянның жолында шығамыз ғой, білесің ғой. Қай жерім баянды? Былай шығып кет. Нормально. Отсечка бірақ жетіге мен басып көрген жоқ, мен аяғым бар. Сен кәдімгі сразу на месте басқасын. Жалпы кішкене бар. Кондер сөндіру керек, вообще бөлінеді. Мен терезені кішкене Төртіп қойын, да? нежданчик басты бұл. Солай дейді ғой, баян. Тіке ма, солға ма? Солға. Нешеге дейін апардың жаңа біріншісі осы? 7-ге дейін отсечка форсунку 7000-ға дейін. Барды ма? Жалпы 6,5-нан тоқтайды еді, кішке асты ғой. Конкретно олды 7000. Ал бензинге қосылып басып қошқа. Бөля үштігі мұғалды зевер екенін мен білген жоқпын. Үштігі 2 ванус қой, жақсы штайпын. Шек, рупаректер болса қағарлысы керек жақсы. Олар шанс жоқ. Ана зат бар. Жүйме қой бірақ. Жоқ. Тағы балдар дүнмен жүр. Қайсы номер бешті? Бля, конкретно шықты. Прошивкамен қарай бердім. Бля, көп зат задушынный екен сенде. Көп зат задушынный. Енді тек абайлап жүр осы. Тек арасында осындай балдар. Группа бар ма БМВ-ның? Группа бар ғой менде. Группа өзендікі. Өзен Ақтау бәрі бар. Мына 4-4-4-те масқара ғой. 4-4-4-те 4-4, мына 5-5-те алып тұр ғой енді. Компрессорлерді алып тұр Мерседестер.
алдында енді андай грузовой болғасын кішкене тоқтап тұр алып көрсең деп отырмын. Кішкене не алсаң бар ма, ұзын жол бар ма? Ұзын жол бар, иә. Бар. Нема зат қылып жүрсің бе? Не қылып еді? Бүйірін ауытпа, не қылып еді? Жасайын ба? Қазір кішкене жасапсың да, асықпа. Бірінші бір результатыңды көріп аласың. Ана екеуі жіберсең болады. жеңілдігі жағы. 98 ме сана зат свечин қазір мысалы жазып беремін қандай свеч жазады. Ана улица зажигания кішкене позднийда тұрады ғой богатыйда. Свечин зат. Үштік объемның күшін көрдің ме, күшін? Кәне бас берші, брат. Давай. Достар, осындай экшн керек па сіздерге? Экшн керек болса жасаймыз дәл осындай. Алдағы уақытта Мерседестер бар, Геленвагендер, соларды жасайтын боламыз. Келді міне жігіт. Бля, красавчик. Жаңағыдай бейтіп, абайлау машина.
прошивкіден кейін жаймен 100-ге көтерілген ол болмайды. Міне дәл осындай қылып эффект беріледі прошивкіден кейін. Көлік 3-тік, 2 ванус, 3-те 2, 4-те 3 Мерседес болса шақырсаңыздар болады. Мен мына жігіттің инстаграмын төменде жазып қоям. Осы парақшаға тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер де болады жігіттер. Баршаңызға да рахмет, сәттілік. Не айтасың енді прошивкіден кейін? Өзгеріс бар ма? Мақта, брат, мақта. Өзгеріс болды ғой жалпы. Жақсы тартып бармақшы. Қалай төменгі обороттан бір екінші скоростардан Не жоқ жаңағындай ортасында. провал жоқ па? Провал жоқ. Тұншық болатын? Тұншықпайды. Екі ванус жаңа егердің қызметін атқарады ғой. 2 мен 4 мың оборотқа дейін сондай провалдар болады. Ал мынаны сөндіріп тастайсың, лямбдан сөндіріп тастайсың, и сонда кәдімгідей уже полный отдача аласың көліктен деген. Көлік бізде механика, бейістік, отсечкін алып тастадық 7 мыңға дейін. Дәл осындай міне эффект бар. Все, жігіттер, рахмет, сау болыңдар, лайк басып жазылып кетейік. Осы жігітке де, маған да, баршаңызға сау саламатта.